Ал мемлекеттік пирамидаға ол керек. Әрбір шаруаға $10 егер төлесе, 160 акр жер берген жекеменшік, ол деген 65 гектар біздікі жер. Кім зиян шегіп отыр? Мемлекет зиян шегіп отыр. Көктемнің бір күні күздің бір айынан артық деген сөз бар. Елге сонда кет демегенде енді не ол? Енді ауруын жасырған өледі дейді қазақта. Мынаның барлығын естисің, шашыңа қарады. Ал армысыздар, аса құрметті көрермен, армысыз, аса құрметті Алмасбек аға. Қош келдіңіз. Алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге көп рахмет айтамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ассалаумағалейкум бауырым, рахмет. Шақырып қазақ контентіне жұмыс жасайық, соның ішінде ауыл шаруашылығы саласын дәріптейік деген осындай ұсынысыңа. Рахмет. Енді әдептен озбайын, бірден сұрақтар легін қозғайын. Рұқсат болса, қазақта сөз бар ғой, жұт жетеу, оны ұқпаған содырмен 8, салақпен 9, олақпен 10 дейді. Жалпы жұт мәселесі туралы айтып өтсеңіз. Мен тағы қосар едім 11. Ақымақ өкіметпен 11 болады. Өйткені соның барлығын шешімін жасайтын өкімет, билік. Ренжімесін, ол енді мен бәрін айтып атқан жоқ, бірақ осы салаға жауапты адамдарға байланысты. Енді жұттың мәселе былтырғы мәселе ғой, былтырғы енді ең шың биігі, абылай ол қуаңшылықтың жылған жылға күрделеніп келе жатқаны. Ең бірінші, енді бұл кінәлі іздеген емес, бұл болашақта болмасын деп. Ең бірінші мен Қазгидромет қайтар едім. Оны ешкім тиіскен жоқ, оны қозғаған жоқ, бұл тақырып у-шуымызбен қалып қалды. Бірінші Қазгидромет әлемде алдын ала 5 жылға, 15 жылға, 1 жылға, жарты жылға, 3 айға болжам жасайды. Сонымен алдын ала дайындалады. Біздің жаңа алдын ала ескерту қызметі жаңағы Қазгидромет тіпті болған жұтты мойындамай өтті. Мойындаған қайтадан айтам, жалғыз ғана облыс бар, 2 облыс, біреусі жағы Маңғыстау, екіншісі ана Гүлшара апамыз. Кейде мен Гүлшара апамызға қатты айтып атам, бірақ әйел басымен әкім бола тұра жұтты мойындатқан сол кісі өкіметке. Қалған елге қазақ жерінде жұт жоқ деп өтті. Ортасынан президент қосылды. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сол кісі мынау қуаңшылық деді, соның барлығы шулай кетті, қуаңшылық деп. Уже біз жұттың ортасына кіргенбіз, мал қырылып болған, ел деген ашынып болған. Сондай жағдай. Жаңағы келсем, жұт бірнеше ағайынды екені, тағы да бір гәп, енді біз енді орта буынбыз ғой, енді жаспыз дейміз. Шындығына келгенде орта буын, біз бұндай жұтты көрген жоқпыз. Бұдан тәжірибе алған жоқпыз. Бірақ сол жұт биыл әлі жалғасып жатыр. Естеріңізде ме жоқ па? Былтыр күзде бітті, жарайды, жұт бітті дедік қой. Жұт біткеннен кейін ең бірінші қарымыз Жетісу өңірінде, Түркістан, Жамбылда балшықпен жауған қар көрген жоқ мен. Сіз байқадыңыз ба, байқамадыңыз ба соны? Қаладағы автокөліктердің үстіне балшықпен қар жауды. Мен ондайды көрген жоқпын. Одан кейін ол бірінші қарлар еркетті, еркеткеннен кейін төбеде кәдімгідей лай қалды. Одан кейін ол сонымен келді, қысымыздың қары аз болды, енді ол жаратушымыздың қазақтың жеріне деген мейірімі ғой. Қысты қарсыз берді, малға сәл жеңіл болды, қурай болса да, енді сіз де мен де мал саласындамыз ғой, қурайдың үстіне жабысқан шық, оны жаңағы жібітеді, күн шыққаннан кейін, содан кейін соны біз сникерс дейміз, соны мал қоректеніп, әйтеуір аман есен ілініп, салынып, өлген, қалғаны, жұттан қалғаны өліп шықты. Одан кейін келді де, сол жұт дегеніміз ол тек қана шөп шықпау емес қой. Жұт дегеніміз одан кейін топырақтың эрозиясы, өйткені көк шықпағаннан кейін. Қазақтың даласына шаң басты. Ол шаңды біздің билік көрген жоқ. Ол шаңды көрді Өзбек метео, ол шаңды көрді НАСА. Біздікілер аяғына дейін мойындаған жоқ. НАСА мен Өзбек метео мойындауға мәжбүр болды. Өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы қателеспесем 9 айда Өзбекстанда Ташкентке бұрын соңды болмаған ауа райы құбылысы болды. Боран соқты. Боран соққанда түк көрінбей қалды.
ондай шаң тозаң. Одан кейін оны есептейтін дүние бар екен. Бір куб ауада қаншама шаң тозаң барын зерттейді екен. Соны зерттесе, оны Өзбекстанның жағы метеослужбалары, одан кейін жағы НАСАның. Американың ең шаңды, ең желді жері Аризона. Аризонаның ең боранды, ең осындай ауа райында шаң тозаң көп. Мен шамалы түрде айтам, қазір енді нақты сандар есімде жоқ та. Шамаменен бір куб ауада 5000 түйіршік шаң тозаңның үлесі бар екен. Мына жаңағы Ташкенде болғанды зерттесе, әгіде 5 есе. Былайша айтқанда шамаменен 25 000. Мен қайтадан айтам, бұл нақты цифр емес, бірақ 5 есе көп шаң тозаң болыпты. Содан бәрі таңғалып, бұл не қылған шаң тозаң, бұл қайдан келді деп зерттейді. Сонда НАСАның спутниктерімен қараса, Ташкенге Түркістанның даласынан соққан жел екен. Біз былтырғы жылы Түркістанда ешкім мойындаған да жоқ. Жұт деп айтқан да жоқ. Жергілікті билігі, жаңағы әкімі Шөкеев, ешкім мойындаған жоқ. Бірақ мен әлі күнге дейін оны ұмытпаймын, оны болашақ ұрпақтар да ұмытпайды деп есептеймін. Сол жердегі жергілікті билік елге жем шөп беріп көмектескенше алады да, қателеспесем, 110 автокөлік алады, УАЗик, анандай не дейді ғой, фермер, 7 адам отырады, артында еще борты бар. Соныменен жаңағы бүкіл Түркістанның даласындағы, жолдың бойындағы малды бұғып, тығып, сөйтіп шығады. Енді бұл жағы билікке назым, басқа емес, енді бұл болып жатқан жағдайды констатация. Сондықтан да жаңағы жұт 7 ағайынды дейді, 8 ағайынды дейді, сіз жаңағы 10 ағайынды айтып берсіз, мен 11-ші ағайынды қосар едім. Бұл ақымақ, сауатсыз билік, қайырымсыз билік, мейірімсіз билік, өзінің халқына деген. Ол билік жегінде жалпы емес, соның ішіндегі кейбір шенеуніктер. Андай сөз бар ғой қазақта, өмір өзен толқынмен алмасады дейді. Жалпы біз өмірді экономикалық көзқараспен қарасақ, ол белгілі бір циклдардан тұрады, толқын сияқты бүйтіп қалған. Кәсіпорынның экономикасы болсын, дағдарыс болсын, кез келген дүние, оның өрлеуі болады, құлдырауы болады, тоқырауы болады, толқын былай. Философияда бар, физикада бар. Біз оны экономикада неше түрлі циклдар, Китчин циклі, Жугляр циклі, Кузнец циклі деп айтамыз. Енді бізге қызық ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығында цикл кездеседі екен. Бұл оны Кондратьев цикл деп атайды. Ол кісі, бұны айтқан кісі Дерюгина Ирина Владимир қызы деген шығыстанушы, ауыл шаруашылығы ғалымы, сондай бір кісі Ресейде жұмыс жасайды. Ол кісі айтады, ол кісі 1818 жылдан бері осы тарапқа шейін, қазіргі біздің мерзімге шейін жердің өнімділігін зерттеген. СНГ, осы ТМД елдерінің құрамында. Сөйтсек, жердің өнімділігі де белгілі бір толқынға бағынады екен. Ол былай кестесін көрсетеді. Кейде өнімділік жоғарылайды, кейде өнімділік төмендейді. Енді қарап тұрсаңыз, осы Кондратьев цикліне біздің 1920 жыл болған жұтымыз қазіргі 100 жылдан кейін 2020 жылға дәл келіп тұр екен. 100 жыл, сонда амплитудасы. Сонда қарап тұрсаңыз, оның 50 жылда елі жаңа дейді ғой, енді былай ұмытылып кеткен шығар, мүмкін бізді генетикалық жадымызда ол жұт болғандығын, бірақ дегенмен бұл табиғат мерзімдерді белгілі бір циклге бағынған секілді, жұттың да келу бір циклі бар дейді. Сол туралы сіздің ойыңыз қалай? Мүмкін бе? Мен келісем, ол табиғат болғаннан кейін біз енді әлемдік кеңістікте жер планетасы, күннің маңайында айналуымыз, біздің жер планетасының жанынан басқа космостық жағы денелердің өтуі, тіпті мына судың өзіне айдың әсері бар, сондықтан ол мына үлкен космоста ол әбден мүмкін дүние. Мен оны мойындаймын, жағы ол олай болу деп есептеймін. Бірақ соны бірнеше есе былай не беретін, еселендіріп жылдамдататын себептер болады. Ондай себептер, оған себеп әсер ететін біз адамбыз. Адам өзінің қоршаған ортасына қалай қарайды? Мысалы, жаңағы сіз 100 жылдық бұрынғы циклды айтып жатсыз, сол 100 жылдық бұрынғы циклда
мен сенімім мол, жердің гумустық қабатының тозығы болған жоқ. Ал былтырғы жылғы жұтты күшейткен ол жердің гумустық тозуы. Таңғаласыздар, тіпті біздің бүгінгі күндегі жер комитеті, соның жанында құрылған жаңағы мекеменің өзі мойындап отыр. Бүгінгі күнде қазақ елінің ауылдарының жанындағы жайылымдарда 34%-ға гумустық қабат кеміп кеткен. Неге? Өзіңіз білетін жаңағы малды басын шектемей, жаңағы ротациялық жайылым жасамай, бір жерде таптай бергеннен жер тозды. Бір. Одан кейін жаңағы мен алдындағы жұттың темасына тағы бір түртіп өтерім. Ол жұт былтыр біткен жоқ, биыл жалғасып жатыр, бірақ биыл жаңа буында жалғасып жатыр. Қазір өзіңіз байқап отырған теледидардан барлық жерден шығып жатыр ғой, дерттер, малдың дерті. Атырауда, Қызылордада, Қарағандыда малдың дерті шығып жатыр аяқ астынан. Ол қайдан шығып жатыр? Ана жер бетіндегі шөптің қабаты болмағаннан кейін мал алып, ананың тамырын жей бастайды. Тамыр деген оның 100 жылдап, ол жабай не ғой, табиғи шөп қой. Ол 100 жылдап оның жаңағы тамырында небір бактериялар, небір аурулар сақталып қалады жердің құрамында. Оны сіз жақсы білесіз маман ретінде. Сондықтан сол ауру дерттің бәрі жердің бетіне шықты. Ол қазір малға жұғып жатыр. Ал малға жұққан дерт ол адамға барады. Өйткені біз оны тұтынушымыз. Сүтпен, етпен, басқа жағдаймен. Өткен жолы Жамбыл облысында ана біреу жаман ауру адамдардың қолында жүрді. Ана қап-қара не сияқылды. Ящур емес, қазақшада орысша атын ұмытып отырмын. Сол адам қолына дейін шығып кетті. Оны қайтадан да біз бұқтық, тықтық, оның түп тамырын тапқан жоқпыз. Бірақ менің қорқатыным сол, бұның барлығы биологиялық қауіпсіздік қой. Бізде биологиялық қауіпсіздігіміздің тиісті деңгейде болмай тұрғаны. Жаңағы цикл әбден болады. Мен алдыңғы ойыңызбен келсем. Енді түбі келгенде еліміздің бұған дайындығының жоқтығы да. Біз көптеген мәселелерді бұғып тығып қаламыз. Енді осындай эфирлер арқылы елді, бұл біздің алдын ала біз біреуді жамандап неткеніміз, ел деген енді құлағын түріп, өзінің дастархандағы азығы, тұтынатын заттары соған мұқият болсын деген ойды айтып отырмын да. Енді өтті кетті, оны ескіні қазбалағаннан не пайда? Жалпы мен бұл сұрақты қою себебім, бағанағы қазіргі болып жатқан жұтты біз бағана циклға салып, оның қазіргі жұттың дәрежесін кем санамау керек бізді, өткен ғасырдағы жұтпен. Пара-пар болу керек та, мүмкін ауқымдырақ болар деген сияқты. Жалпы бұл сөзімнің айғағы ретінде айтарым, жұт 1920 жылы Батыс Қазақстаннан басталған. Және де бағана Абылғожиннің еңбектеріне келеді, 80% мал қайтыс болған, қаза тапқан. Ал қазіргі таңда бір шамамен бейресми дерек көз бойынша, халық үндеуі бойынша шамамен 70%. Пара-пар келіп тұр ғой барлығы. Кеп тұр. Бұл енді тек қана халықтың ғана айтқаны ғой, енді халық айтса қате айтпайды дейді. Әлбетте. Біз білмейміз қаншама малдың өлгенін, біз білмейміз біздің шаруалар қаншама малды амал жоқтан пышаққа ілінгенін, біз білмейміз қаншама малдың сүйегі далада жатқанын. Оның барлығы ешкім есептеген де жоқ, түгендеген де жоқ. Әйтеуір президент назар аударып бұрылғаннан кейін сол кісіні алдау үшін бір жалған ақпараттар берді. Болды. Мына өзіңіз, басқа да осы елдің алдында жүрген азаматтардың мақсаты сондай ақпаратты жағы елдің алдына жоғары деңгейге ешқандай бұрмалаусыз жеткізу. Солай оңған дұрыс. Мен әбден келсем, что ондай жаңағы цикл болады, бірақ қайтадан адамға келеміз ғой. Бұрынғы жаңағы 20 жылдағы жұттан кейін адамның қоршаған ортаға деген зияны кем болған шығар. Бүгінгідей болмаған шығар. Жер бүгінгідей тозбаған шығар. Соның ішінде о кезде суды бүгінгідей тиімсіз, рәсуа қылып тұтыну болған жоқ. Бүгінгі күнде біз судың былайша айтқанда құнын білмейміз. Шынымен де жаңағы біз рәсуа қылып суды қалай болса солай ұстап жатырмыз.
ол бұл жұттың жаңағы 20-шы жылдағыдай жеңіл кету емес, одан әрі күрделенуіне алып келеді. Иә, өзендеріміз кеуіп жатыр, аралымыздан айырылдық. Оған уже тіпті бүгінгі күнде қазақ елінің бәрін былай қойып, намыс дегенде бәрін қойып уже үйрендік. Иә, айырылдық болды. Етіміз үйреніп кетті. Енді Балқаш не болады? Енді Алакөл не болады? Өткен жол Алакөлге барып келдім. Алакөлді мен енді ол нақты айта алмаймын сол себептен деп, бірақ осыдан 3 жыл бұрын ба бір барғанымдағы жаға ары қарай кетіп қапты Алакөл. Мен таң қалдым. Былтыр жаңағы су тұрған жерде өзен көл ары қарай кетіп қапты. Оның ненің себебі? Оны кім зерттеп жатыр? Ал жайықтың мәселесі, ал біздің дарияның мәселесі. Бұл қазір біз кетсек, бұл тақырыппен кете берсек, мынау су қауіпсіздігіне кетеміз, экологиялық қауіпсіздікке кетеміз, соның ішінде су мәселесіне кетеміз. Ал су деген біздің өмірдің нәрі. Оны біз айтқан жоқпыз, менің аузыма салынған емес, ол айдан анық дүние. Ал сол өмірдің нәрімен біз не жасап жатырмыз? Сондықтан біздің енді бұл жарнама деп қылмаңыздар, жағы өзіміздің агропартиямыздың алдымызға қойған мақсатымыз ауыл шаруашылық саласындағы суды тұтыну, одан кейін еліміздің ортасындағы осы суды тұтыну мәдениетін қалыптастыру, недегі бала бақшадағы бала менен президентке дейін суға деген көзқарасты өзгерту. Болды. Өзіңіз білесіздер, әлемдік барлық ООНның, ФАОның барлық карталарда, жаңағы болжамдарында қазақ елі жай ғана емес, орысша сөзі критический дейді ғой, қазақшасы қанша болады? Қалай болады? Сыни шығар? Жоқ, сыни деген ол жоқ, сыни емес. Бұл жерде критика емес, а критический. Сол критический су жетпейтін жай қызыл аймақ емес, қоңыр қызыл аймақ. Соның сол белдеуде тұрда, біздің бұл еліміздің жағы осыншама жеріміз бар деп неменеге мақтанамыз, егерде соның барлығын біз шөлейтке айналдырсақ. Сондықтан сол жақтан да енді жұмыстануымыз керек, қоғамды көтеруіміз керек. Соның ішінде енді негізгі суды тұтынушылардың бірі бұл ауыл шаруашылық саласы. Ауыл шаруашылығы саласына да бұл мәдениетті енгізуіміз керек, және мәдениетпен бірге жаңа технологияларды енгізуіміз керек. Ол технологияларды енгізетін қайтадан өкімет, қайтадан билік. Біз соған ықпал жасауымыз керек. Билікке ықпал жасап, жаңа технологиялар, жаңбырлатып суару, тамшылатып суару, суды үнемдеу технологияларын жалпы еліміздің, жалпы шаруалардың назарын бұруымыз керек. Жалпы сіз өзіңіз ықпал дедіңіз ғой. Иә. Енді бағанағы Мұхтар Әуезов, бағанағы Ахмет Байтұрсынов деген кісілер, оларды қазақтың қаратаяқтары деп атаған. Олар жұт мәселесін айтып, дабыл қаққан. Енді Мұхтар Әуезов мысалы айтайын, бағанағы еңбекші қазақ газетінде айтады, қазақтардың бағанағы жұт мәселесі болған кезде қырылып, көртышқан, тышқан, суыр жеп, ауыра бастады, және де жәндіктерді жеп қоректеніп, белгілі бір ауруға шалдығып, халық қырылып жатыр дейді. Бағанағы Міржақып Дулатов айтады, қателеспесем, газеттің аты Ақжол газетін айтады, Торғай уезінде мал қырылып жатыр дейді. Бағанағы Ырғыз ашаршылық күтілуде дейді. Ырғыз уезінде қазақтар мал қырылып жатқандықтан қазақтар көбінесе саршұнақ жеп күн көріп жатыр дейді. Және де күздігүні өлген малдың өлексесін қарын астынан қазып алып, соны жеп күн көруде, бірақ ол өлексе мал азық болмай, сонда да ауруға шалдығып өліп жатыр дейді. Бағана Темір уезінің қазақтары күнде ауыр және де күніге жаназа дейді. Және де бағанағы Бөкей ордасы қазақтары шөптің томыршық дәнін жеп күн көріп жатыр дейді. Томыршық деген не ғой? Мұқ қой. Иә, сондай бір. Иә. Сонда әрбір уезді айтып баға береді да, сондай бір ашаршылық болып жатыр, мал қырылып жатыр, жұт болып жатыр деп. Бағанағы Жүсіпбек Аймауытов болса, Орынбор қазақтарына үндеу жариялап, аш болып жатқан халықтарға көмектесіңдер деп үндеу жариялайды.
Бағанағы сол уақытта кім Әлихан Бөкейханов өзі басы сауғалап жүрсе де, бағанағы Тобықтының Шаған, Мұқыр, қателеспесем, бағанағы көптеген болыстарын аралап мал жинайды, сауынды мал жинайды да, бағана торғайға қарай жіберіңдер деп үндеу жариялайды. Ол бағана Жүсіпбек Аймауытов сол уақытта Семей губерниясының бірнеше болыстарын аралап сауынды мал іздеп жібереді халыққа. Енді бұл дегеніміз не? Алаш зиялылары үндеу жариялады, халыққа үндеу жариялап, үкіметке ықпал етуге тырысты. Жалпы ол 1920 жылғы болған көрініс қой. Енді 2020 жылы мен көріністі тек сізді ғана көріп тұрмын, қателеспесем. Енді Әлихан Бөкейхановтың ерекшелігінің бірі, ол өзі лидер бола тұра, өзге лидерлерді дайындай білді. Бағана Жүсіпбек Аймауытов болсын, Ахмет Байтұрсынов, әрқайсысы нар тұлға, әрқайсысы елді басқара алатын тұлға дайындады ол кісілерді. Соларға әсер ете білді. Сіз енді өзіңіздің осы жасап жатқан бағытыңызды, бағдарыңызды алып кете алатын қасыңызда серіктеріңіз бар ма? Шәкірттеріңіз бар ма? Рахмет, жақсы сұрақ. Былтырғы жылда жаңағы үлкен бабаларымыз айттыңыз ғой, алаш бетке ұстарлар еліміздің қаймағы сондай әрекет жасады. Бұл жұтта да біздің қазақтың жаңағы аналарымыз ұл тумап па, талай азаматтар көмектесті. Кейбіреусі жағы ресми, кейбіреусі бейресми, жаңағына құрмет бауырымыз, өзінде былайша айтқандағы түк болмаса да, бірақ өзінің қолымен үлгі көрсетіп, пішен шауып, соны буып бастады. Оның артынан қаншама ел ерді. Жаңағы Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында Жандос деген азамат және жандағы екі ауданның азаматтары 50-60 вагон жіберді. Шөппен жағы жемді. Анау Ақтөбеде Балнұр деген қарындасымыз өзінің жағы омыраудағы кішкентай сәби болса да, жағы күйеу баланы жанына ертіп алып, ол қаншама жіберді. Есеп жоқ. Енді бұл орайда мен жаңағы Сәкен Майғазиевті айтпай қоймаймын. Өйткені жағы ең бірінші хабарласып, Әлеке ана жақта не болып жатыр, шын ба? Енді ол кісілерде жағы ресми ақпарат бар, бейресми ақпарат бар ғой. Не болып жатыр, қалай көмектесеміз деп, олар өздері қор жинады. Жоқ, мен ойламаймын, ол жерде жағы жалғыз болдық деп. Ол жерде біраз азаматтар ат салысты. Тіпті Динара Сатжан, енді былайша айтқанда орыс тілді қарындасымыз ғой, бірақ ел танымды тұлға, сол кісінің өзі хабарласып бір жағы не жазып, интервью емес, эфир жасап, ол да елдің көңілін жағы назарын аудартты, биліктің назарын аудартты. Сондықтан бұл жұттан шыққан себебіміз бірінші жағы елім деген азаматтар болды, азаматшалар болды, және елдің қолдауы. Елдің қолдауы мүлде шексіз. Оны ешкім есептеген де жоқ. Тіпті мен де есептей алған жоқпын бас аяғы қанша көмектескенімізді. Қаншамасы ресми көрсетіп, қаншамасы бейресми. Анау Семей жақта Болатхан Әділ деген бауырымыз бір өзінің кішігірім май өндіретін кішігірім зауыты бар екен. Соның маңайында басқа жігіттер бар екен. Вагондап жіберді ғой. Вагондап, жаңағы өздерінен шыққан ана шемішкеден шыққан жымық па? Жымық ана ненің қауырсыны, шемішкенің қауырсыны, сонымен малды алып шықтық Маңғыстаудың. Сол елдің арқасында, жаңағы өзіңіз айтқандай, сауынды мал жинады дедіңіз ғой, мына жерде сауынды мал емес, ел деген жылу жасап, асарлатып, қанша көмектескенімізді ешкім білмейді. Оны ешкім есептеген де жоқ, оны есептеген де дұрыс емес. Бірақ елдің арқасында жағы Маңғыстаудың, Қызылорданың, былайша айтқанда, біраз малын аман алып қалды. Мүмкін ол біздің жағы еліміздің, әрине ол еліміздің ауызбіршілігі, мүмкін емес, еліміздің ауызбіршілігі. Екіншісі біздің әрбір қазақтың ішіндегі ар жағында ұйықтап жатқан дүние оянды. Ана мал обал ғой. Мен бірдеңе жасайыншы. Қолмен біреулер жаңағы бір ақсақал хабарласты, инвалид, мүгедек. Мен өзімнің пенсиямды алдым, соның жартысын берейінші деген. Не бір жағдайлар болды, оның бәрін айтып бере алмайсың, оған арнайы фильмді түсіруге болатын шығар ол адамдар туралы. Сондықтан үлкен жұмыс жасалды. Оның жолы қалай болды? Жеткізуі қалай болды?
Өкіметтің ана жағы 50% скидка деген КТЖ-ларға кейбір жерде істейді, кейбір жерде істемейді, кейде вагон қояды, кейде қоймайды. Үлкен жұмыс жасалды. Енді оны ұлан қайыр. Сондықтан еліміз аман болсын, не де болса да еліміз аман болсын. Елдің арқасында кез келген осындай қиындықтан өтеміз, ол елдің ауыз біршілігі. Мынау жасымыз келіп шал болып қалдық па, оқымайыншы. Мына береке, бірлік деген әңгімені енді түсініп атқан сияқтымыз. Осы бірлік деген әңгімені енді түсініп атқан сияқтымыз. Осы бір-екі жыл болды елдің ортасында жүріп, ары-бері көргеннен кейін, бірлік бар жерде шешілмейтін мәселе жоқ. Бірлік бар жерде алынбайтын қамал жоқ. Бірлік бар жерде ел де болады, жер де болады, бәрі болады екен. Елдің ниеті бірлік. Рахмет. Шал болып қалдым ғой ме? Жоқ, бәрі керемет. Бірақ бұл осындай қиындықтар, былайша айтқанда тәжірибе болып, басқаша ой көзіңді ашады да. Баяғыдағы аталарымызға ұқсап отырмыз енді. Жалпы бұл ауыр мәселе да, себебі 1933-36 жылдары болған ұжымдастыру кезінде қазақтың саны 2 миллионға қысқарды, халық саны 5 миллион 300 мың қалыптан 3 миллион 300 мың қалды. Бағана 1920 жыл болған жұттан 1 миллион халық қаза тапты. Бұл мысалы 4 миллион 600 мыңнан 3 миллион 600 мың сондай қалды. Бағана Абилхожин ағамыздың кітабында жазылады. Ол ұжымдастыру кезінде 44 миллион малдан 4 миллион мал қалды дейді. Ал банағы жұт кезінде банағы малдың 80% өлді дейді. Қазақта жұтқа дейін мал саны 220 миллиондай болған екен ғой. Сонда 220 миллион малдың 176 миллионы өліп, қалған 44 миллион қалды. 44 миллионның өзін бана ұжымдастыру кезінде 4 миллион ғана қалдырды. Жақсы сөз емес, жақсы бір түсініктеме естідім. Бұл енді билік, қоғам алдында жүрген азаматтар соларға байланысты 3 категорияға бөлуге болады екен. Елге қызмет етем деген азаматтарды, соның ішінде мемлекеттік қызметте ол елге қызмет етем деген адам. Сондықтан бірінші ең жоғарғы деңгей ол былайша айтқанда саяси қайраткер. Ол кісілердің әңгімесі жаңағы болашақ ұрпақ, ол біздің жаңағы алаш зиялыларын сол кісілерге мен теңеуге болады. Бүгін күнде мен егер маған айтсаңыз ана кісі бола ма деп, енді эфирде емес мен айтам, ол бола ма болмай ма, бірақ ондай саяси қайраткер, елдің мүддесін ойлаған, ең жоғары деңгей сол. Олардың әңгімесі әрдайым тек қана болашақ, ұрпақ, солар туралы болады. Одан кейінгі келесі деңгей саясаткер. Саясаткердің әңгімесі, мұла елдің алдында қызмет жасап жүрген, ол міне сайлауға дейін анау, сайлауға дейін ғана ойы. Сайлаудан кейінгі ой жоқ ода. Сайлауға дейінгі ғана мәселелерді көтереді, сайлауға дейінгі ғана шешімдер іздейді, сайлауға дейінгі ғана. Олар саясаткер. Мемлекеттік қызметкерлердің тағы бір деңгейі ол шенеунік. Елге қызмет көрсетеді. Шенеунік ол тек қана бүгінді ойлайды. Бүгін, қазір, бүгін. Сондықтан ел алдында жүрген азаматтарды осы 3 неге бөлуге болады. 3 деңгейге бөлуге болады. Сонымен оның кімнің кім екенін, ненің не екенін белгілеуге болады. Сол былтырғы жұттың жағдайында біз кімнің кім екенін анық баға бере аламыз. Соның ішінде мемлекеттік қызметкерлерге. Оны қайсына жатқызамыз? Болды. Жалпы ненің не екені туралы. Мысалы, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген сөздердің былай құндылығы, мәнісі өзгерген сияқты ғой. Иә. Соның ол былтырғы ол жұтты қоя тұрғанда биылғы басымыздан өткізіп жатқан пандемияның соңы, пандемия көрсетті, неше түрлі бизнес күйреді ғой. Бірақ ауыл шаруашылығы бизнесі күйреген жоқ. Соғыс болып жатқан Украинадағы Россия екеуінің ортасындағы сол да көрсетіп жатыр. Нені?
ауыл шаруашылығы бизнесі азық түлік ол мызғымас дүние екен. Жаңа өзіңіз айтқан алтын күміс тас алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен. Нан болса әнде болады деп текке айтпаған. Сондықтан бәрі соған айналып келді. Қазір бүкіл дүр сілкінген әлем Ресей былайша айтқанда бүктірді. Немен? Тек қана бидаймен. Біз өзіміз қазақ елі тізеге жығылып қалдық. Өйткені еліміздің ішіндегі бар бидайдың барлығын сыртқа сатып, өзіміздің диірменімізден нан бидай қалмапты. Ресей 2 айға ма, 3 айға ма жаңағы шекараны жауып тастап еді. Қабы 10 мың болып тұрған ұнымыз 15 мың болып кетті. Нанымыз 70-80 теңге, 100-120 теңгеге кетіп қалды. Сондықтан елдің қауіпсіздігі ол азық түлік қауіпсіздігіне байланысты, елдің тәуелділігі ол да азық түлік қауіпсіздігіне байланысты. Азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған олна біздің ауылдағы ағайын, ауылдағы шаруалар. Баяғыдағы 90 жылдағы тоқырауды қаланың біраз өмір сүрген азаматтар айтады. 90 жылдағы тоқыраудан аман шыққанымыз кімнің ауылда ағайын туғаны болды, соның жағдайы жақсы болды. Ауылдан ет беріп жібереді, ұн беріп жібереді, жаңағы варенье жасап беріп жібереді, бір тұздаған дүниелерін беріп жібереді. Сөйтіп 2-3 жыл бойы тәуелсіз Қазақстан аяғына тұрып кеткенше бүкіл қазақ елін, бүкіл елді асырап шыққан ауыл. Жалпы әр түрлі деректерде әр түрлі ақпарат береді, бірақ мен соның біреуіне тоқтадым. Мысалы Қазақстанда ауыл шаруашылық бағытындағы жерлер мөлшері 222 миллион гектар дейді. Оның 24 миллион гектары ол егістік жер дейді, 10,8%. 5 миллион гектар жер ол шабындық жер дейді, ол 2,2%. Қалған 189 миллион гектар жер ол жайылым дейді, жайлау дейді. Енді ауруын жасырған өледі дейді қазақта. Біз мойындауымыз керек, үлкен жер деградациясы бар екендігі туралы. 40%, 40%. Сіз осы туралы не айтар едіңіз? Сіздің бағанағы аграрлы индустриалды партияңыз осы мәселені шешу бір жолдар бар ма? Парадокс. Әлемдегі номер 9 жер көлемі, әлемдегі ең аз халықтардың бірі, бірақ жер жоқ. Мал бағайын десең, кәсіп жасайын десең, ауылда жер жоқ. Міне парадокс. Бұл қайтадан жаңағы 30 жыл бойы шіріген жүйенің қалдығы. Енді бұл парадоксты түзетуге амал жасау, ол біздің партияның мойнына алған аманаты. Біздің ең басты сұрақтың бірі, олна ауыл шаруашылық жайылым жерлерін реттеу. Ана миллиондаған, жүздеген мың гектар жерлерді елге қайтару, елдің мүддесіне пайдалану, елге қызмет ететін қылу, сол біздің негізгі жұмыстарымыздың бірі. Бізде оның нақты шешімі бар. Біз оны жақында жариялаймыз. Оның біз былайша айтқанда тестово көрдік. Қарағанды облысында, Ақмола облысында ауылдың төңірегіндегі жерлерді қалай реттеуге болады екен. Жұмыс жасайды. Біз сол бағытта жұмыс жасаймыз. Біздің бағыттарымыздың бірі сол. Енді былай ғой, мысалы мен білуімше, егер жайылым ата-бабамызға оралайық, ата-бабамыз бір жерде 10 күннен астам уақыт малды ұстамаған дейді. Себебі вегетациялық кезегін шөптің, топырақтың жалпы табиғатты бұзбас үшін дейді. Енді бағанағы мен ауыл шаруашылығында жұмыс жасаған уақытта біз сондай жоспар құрдық. Мысалы таптауға бейімсіз шөптер болады. Мысалы жайлауға арналған, малға арналған. Ол мысалы шыдамды шөптер құрамына біз айттық. Кәдімгі тарғақ шөп бар. Потом овсяница луговая дейді. Ол орысшасы, қазақшасы су бетеге. Қателеспесем. Су бетеге. Бағанағы полевица ақ суоты дейді. Полевица белая дейді орысша. Сарғалдақ, күйдіргі сарғалдақ дейді. Ол дегеніміз лютик едкий деп аталады шөп. Потом шалғын қоңырбас дейді. Мятлик луговой. Бұл шыдамды шөптер. Өте шыдамды шөптер бар.
ол бағанағы көп жылдық райграсс. Райграсс, иә. Райграсстың өзінің бірнеше түрі бар ішінде кетеді. Иә, ол бір жылдығы шыдамсыз, ал көп жылдығы шыдамды болып келеді. 25 жылға дейін өседі. Иә. Одан кейін бір жылдық қоңыр бас бар, мятлик однолетний. Бағанағы одан кейін ақ бете дейді, клевер ползучий. Белый. Иә. Клевер ползучий, белый, иә. Иә, сондай. Сосын жол желкен бар, подорожник. Бана мың жапырақ бар, тысячелетник. Және де спорыш, таран дейді ғой, таран қазақшасы, орысша спорыш дейді. Сондай шөп. Одан кейін сол шөптерді біз зерттедік та, соларды бағанағы жайлауды загон қыламыз ғой, бірнеше бөлікке бөлеміз. Бағана бір загонға себіс жүреді, екінші загон демалады, үшінші загонда мал жайлады деген сияқты. Бағанағы себіс жұмыстарын солай ротациялық ауысады. Себіс жұмыстарын зерттеген уақытта бағанағы шөптердің тұқымын табу қиын болды. Былай нарықта жоқ десек те болады. Енді біз жайлауымызды қалыпқа келтіреміз деген ниет болса егер бізге, жайылымды, иә, онда бұл мемлекеттік деңгейде, бағанағы сіздің индустриалды аграрлы партияңыздың деңгейінде шешілу керек сияқты. Бағанағы ротациялық мәселе, бағанағы осындай шөптердің себіс жұмыстары. Сіз қалай ойлайсыз? Келсем, негізі қайтадан бір қызық дүние болып тұр. Жаңағы бұл ауылдың төңірегіндегі жайылым жерлерді жаңағы қосымша шөп егумен жаңағы оның несін өсіру, жайылымдық қабілетін биоресурсты көбейту, иә. Бірақ бір ғана нюанс бар, ол жер кімдікі? Мемлекетте бір бағдарламалар бар екен. Әрбір облыстарда ол пайдаланады, кейбір жерлер жүреді, кейбір жерде жүрмейді. Но бірақ ауылдың төңірегіндегі жер кімдікі? Ол жердің қожайыны болу керек. Сол енді шамамен иесі болу керек. Ол адам ба, басқа бірдеңе ме, иә? Соған мемлекеттің, бұл мемлекет арқылы ғана жаңа жасалатын дүние. Бұны біреудің кез келген бизнесменнің қалтасы көтере алмайды. Ауылдың төңірегіндегі жағы 2000-5000 гектар жерді кім алады да өзінің қалтасынан егеді? То есть бұл мемлекеттік саясат болу керек. Соны жүргізу үшін ана екінші жақтан бенефициар керек. А екінші жақта бізде ешкім жоқ. Екінші жақта бізде кім? Әкім ба? Әкім араласқаннан кейін ол госзакуп болып кетеді. Мемлекеттік сатып алу бітті деңіз. Ол коррупция, жит, анау, мынау, жағы тендер, бітті. Қоғамды жергілікті өзін өзі басқару. Жағы қоғамдық кеңес, солар бізде жұмыс жасап жатыр ма? Жоқ. Қай ауылда жұмыс жасап жатыр? Олардың барлығын әкімдер өздеріне енді айып етпесін, өзіне ыңғайлы қылып қойған, оларда да бір құзыр жоқ, оларда бір белсенділік жоқ. Сондықтан да ауылдың төңірегіндегі жердің былайша айтқанда қожайын жоқ. Елдікі деп жалпы айтамыз. Ол елдікі деген бәрінікі. Оның малы болса да, малы жоқ болса да, біреу алып ертең жыртып тастасын. Мәселе емес. Ол айтады, менде нең бар, жыртып тастадым ал. Оған қиянат жасасын, оны бұзсын, оны суару жүйелері. Сіз білесіз ба? Жаңағына не бойынша бәріміз ол бағдарламаның қызығын көрдік қой, шаруалар. Мына күн тоқты орнатып, құдық қазу. Мемлекеттік бағдарлама 80%-ық жаңағы мемлекеттік қолдауменен жақсы жұмыс жасады. Соны бірақ ауылдың қарапайым жұрты қолдана алмады. Ауылдың маңайында суат керек қой. Кемінде 4 бұрышта 4 суат керек. Қарапайым шаруалар, фермерлар оны пайдалана алды, өйткені мемлекет оның бенефициарын біледі. Міне мынау өзінің шаруашылығына орналастырды, бұған жаңағы қолдайық, көмегін берейік, 80%-ын субсидиялап берейік. Міне құдық қойылды, міне күн тоғы қойылды, болды. Ал ауылдар оны қойдалаған жоқ. Неге? Өйткені бенефициар жоқ. Мемлекет кіммен жұмыс жасау керек. Сондықтан бұл жүйелі проблема. Енді мақтана берді демеңіз, бірақ біз аграрлық партия бұл мәселені білеміз. Оғанда шешіміміз бар. Бұйыртса естейсіздер. Сол жауап керек қой маған. Иә. Қысқа жауап беруге болады. Біз аграрлық партия білеміз, шешеміз деген. Онда мен басқа партиядан айырмашылығым болмай қалар еді. Олар жалпылама жауап береді де, біз қатырамыз келесі сайлауға дейін. Біз білеміз. Жақсы. Жалпы анау сондай күтімі болмаған жайылым, мысалы 4 жыл мал бақсаң, жеуге жарамсыз шөп 20-30%-ға өседі, ал жеуге жарамды шөп 30-40%-ға төмендейді. Солай.
Иә. Сонда қазір біздің жайлауларымыз көп жерлер селеу басып кеткен. Көде басып кетті, иә. Селеу көде, ақ көде дейді, ақ селеу дейді. Басып кетті. Нағыз агрессивті шөп. Енді бабаларымыз бір жағы сонымен де жағы жұт кездерінде сол өзі сондай не ғой, бірақ мына мәдени жайылымдарға ол үлкен зиян. Одан кейін малдың кейбір түріне ол да зиян. Бір айынан артық деген сөз бар да бізде. Мысалы көктемдегі болатын себістердің артықшылықтарын, олардың жұмыстарын, мысалы сондай бұл сұрақты қойын десе, былай болып тұр ғой. Жалпы мен ауыл шаруашылығында жұмыс жасап жүрген уақытта кадрлардың жасының үлкен екенін байқадым. Көп адамдардың сөйтіп сұрадым, сол жерде жүрген ағалардан сұрадым, ағатай, жастар азайып бара жатыр ауыл шаруашылығында жүрген, бұл мәселені қалай шешеміз деп. Ол кісі айтты, бұл незаменимых не бывает деп айтты да маған. Жалпы алмастыруға келмейтін адам болмайды деді. Ол кез келген адам орны босаған басқа адам келеді деді. Ал сол кезде менің ойыма енді Қытай болсын, бірақ өте беделді адам Ли Чжао Син, қателеспесем, ол манағы министр иностранных дел болған, сыртқы істер министрі болған. Ол кісінің айтуы бойынша еш уақытта алмастыруы болмайтын адам болмайды, бірақ ауыл шаруашылық маманынан бөлек дейді. Пай. Ол айтады, ауыл шаруашылықпен айналысып жүрген адамның құндылығы бөлек болады дейді. Себебі ол ата бабасынан былай тарап келе жатыр, оның құндылығы болашақ елімді тамақтандырам деген сияқты болады. Ол табиғи жадында бар дейді, санасында бар дейді. Бұл деген сөз бағанағы кісі айтты ғой маған, незаменимых не бывает деді ғой. Сонда ол бағанағы қаладан ашқан, құшқан, былай ешқандай құндылығы жоқ, ауыл шаруашылығымен айналыспаған адамдар ауылға келсе, әлбетте ол кісілер сәл салғырт қарауы мүмкін іске. Мысалға алсақ, комбайн, да, мысалы зерновой комбайн, дәнді дақыл шабатын комбайн, егер қасақана бұзатын болса, егер айлыққа жұмыс жасап жүрген адам, ол күніне мысалы 116 тонна, сағатына 16 тонна дән шабады десең, ол примерно 100 теңгеден есептесең, ол 16 миллион теңгедей шығын болады. Ал бағана силос сенас шабатын комбайнды егер қасақана бұзатын болса, ол бағана запчасть келем дегенше, оны өңдейм дегенше, жөндейм дегенше, ол 100 тонна егер 4 теңгеден есептейтін болсаң, шамамен 4 миллион теңге шығын келетін сияқты. Сіз ол тек қана жағы материалдық именно дүниені санап тұрсыз да, ал сол сайман келгенше сіздің ана шабам деген өнімнің вегетация периоды тоқтап тұрған жоқ қой. Ол именно бал кезінде шабу керек, өзінің дер кезінде. Ол өсіп кетті, сіз қаншама протеин мен белоктан айырылып қалдыңыз. Жоңышқа гүлдеп кетті, бітті. Оның бойындағы нәрдің бәрі кетті. Дәл осы үшін осы жұмысшылар, құндылығы жоғары жұмысшыларды біз ауылда қалай сақтап қаламыз деген сұрақ қой менде. Сізде аграрлы индустриялы партияда осыған бір шешім бар ма? Біз айтатынымыз, мысалы, бір жағы жеке меншіктен бастадыңыз ғой. Бізде қарапайым бір үлгі мысал бар, қазір соны айтып көрейік. Оны сізде білесіз деп ойлаймын, енді қолдайсыз, қолдамайсыз, ары қарай көреміз. Біз жалпы ауыл шаруашылығында, маман тапшы. Соның бір ғана сегментін алайық. Онсыз мал шаруашылығы болуы мүмкін емес. Бүгінгі біздің тозығымыздың жетіп бітіп тұрған жеріміз соның арқасында. Ветеринария. Қандай тақырып? Ал бүгінгі ветеринарларымыздың жасы қаншада? Сіздердің бұрынғы істеген компанияларыңызда сәл жастау шығар, енді елдің алдында үздік компаниялардың бірі, жалпы ветеринарлардың орта жасы шамаменен 50-ден асып кеткен. Кейбір ветеринарларды пенсияға жібермей, зейнеткерлікке жібермей, әлі ұстап отыр. Аға, көке, істей тұрш деп. Ал қарайық, міне, бұл жеке меншік пен және мемлекеттік меншік туралы айтайық. Бүкіл әлемде ветеринар айына шамаменен 2000-3000 доллар табады. Жеке меншік. Оған мемлекет ешқандай ақша шығармайды. Мүмкін бір
күрделі жағдай, бір вспышка бірдеңе болғанда жаңағы вакцина анау мынаумен енді ол уже ЧС болып есептеледі, сондай тараптан ететін шығар. Әйтпесе әлемнің ветеринарларына мемлекет айлық төлейді деген бұл абсурд. Олар шетелде жаңағы 2000-3000 долларды айлық табады, а біздің ветеринар қанша табады? Былтырғы жылға дейін жаңағы, биылғы жылға дейін 50 мың 60 мың табатыны бар. Ең қазір ең төменгі айлығын 60 мың ба 65 мыңға көтерді деймін. Әйтпесе орта айлығы бүкіл ветеринарлардың Қазақстан бойынша 94 мың. 94 мың деген не ол? Біз қазір қойшыларға 150 мың 200 мың бонус анау мынау деп нетеміз. Ал ветеринарға ол ветеринарный врач. Ол доктор PhD сияқты, былайша айтқанда. Ол да доктор. Ол деген 4 жыл бойы жоғары білім алды. Біз 4 жыл бойы жоғары білім алып, оны жағы 90 мың теңгеге жұмыс істетіп атқанымыз, бұл не деген ақымақтық? Бірақ өкіметте біз бұны министрға барлығын айтамыз. Айналайын ағатайлар, сендер бәленбай ақшаны шашпай-ақ қойыңдар. Мына бюджеттен шығып жатқан ақшаны үнемдеуге болады. Мына ветеринарларды еркін нарыққа жіберіңіздерші. Бізде баяғыда өкімет еді, жоқ, болмайды, қорқамыз. Өйткені бізде жағы биобезопасность құриды дейді. Баяғыда ана магазиндарды, нан сататын магазинді жекеменшікке бергенде тоже сөйтіп қорқытатын. Бізде бітті магазин жекеменшікке кетті, нан алатын жер болмайды, күйрейді, бітті құлдырайды дейді. Қазір не көрін? Магазиннің, дүкеннің түр-түрі бар. Сол сақылды мына ветеринарияны біз жекеменшікке жіберуіміз керек. О жерге жас бармайды. Пока ветеринарлар әкімнің айтуыменен барып қазақ үй құрады. Кешірім сұраймын. Біреудің барып малын сойып береді. Тек қана жаңағы мемлекеттік қызметтегі біреулердің барып жағы малын емдеп береді. Қарапайым шаруаның малы жайына қалып атады. Олар былайша айтқанда ренжімесін маған. Бүгінгі ветеринарлардың жағдайы бас бостандығы жоқ, құлдың жағдайымен тең. Ал мемлекеттік пирамидаға ол керек. Ауданның әкімін айтып көрші, ветеринарлар бітті саған тәуелді еместе. Ол деген бір ауданда 200 адам ветеринар бар. Қалай ол оның армиясы ғой? Ол оған отын шаптырады, су тастады, өзінің малына салық қояды, не жасайым десе де жасайды. Сондықтан да бүгінгі күндегі мен министрдің саясатымен келіспейтін көз ашық жігіттер, бірақ вертикальді бұзғысы келмейді. Өйткені ол ветеринарлар ертең тәуелсіз болып кетеді. Қазір дүкеннің иесіне барып әкім бірдеңе деп әңгіме айтып көрсінші, барар басымды ауыртпай. Мен салығымды төлеймін, елді қамтамасыз етіп жатырмын, заңды бұзып жатқан жоқпын, бар жөніңмен жүр дейді. Сондықтан да бүгінгі биліктің системасында қарапайым мысал. Ал бүкіл әлемде ветеринария, жағы мемлекеттік ветеринария бар ма? Мемлекеттік ветеринар деген жағы не жүйе жоқ. Но бірақ олар тәуелсіз, дербес, ол елдерде малдың ветеринариялық жағдайы бізден әлде қайда жоғары. Әлде қайда жоғары. А бізде, өйткені ол жаңағы салада ақша болмағаннан кейін, ана жерде бүкіл дүние ақшаны төңірегінде ғой. Бүкіл әлем ақшаны төңірегінде айналып жүр. Ана салада қаражат болмағаннан кейін, о жерге жастар бармайды, жұмыс жасамайды, барса да ұзақ жүрмейді, бір өзіне басқа бір тірлік тауып алып кетіп қалғанша ғана жүреді. И о жерде жаңағы былайша айтқанда бір ол саланың адамдар еместер жүреді. Қойшы әйтеуір күн көру үшін, былайша айтқанда случайные люди дейді ғой. Солар жүрген түрі. Мен бәрін айтпаймын. Бүгін күнде орта буыннан үлкен жағы шынымен де фанат ветеринарлар бар, малдың қамын ойлайтын, жануарға бауыры бүйіріп тұратын қайырымды, мейірімді адамдар. Бірақ саланың жалпы суреті дұрыс емес. Ол адам пенде ғой. Мен жаңағы ветеринарларды жамандамаймын. Мен ветеринарияның менеджерларын жамандаймын. Мен комитетті жамандаймын. Мен Минсельхозды жамандаймын. Ана салаға ақша құйылып, адамның жағдайы жасалмай, ол салада жүрген адамдар ешқашанда былайша айтқанда өзінің шын ниетімен қызмет істемейді. Оның көлігі жоқ. Оның бензині жоқ көлігі болса. Оның жағы жұмыс жасау жағдайы жоқ. Тіпті үстінде халаты жоқ, қолында перчаткасы жоқ, шприці жоқ. Оны төбеден төпкештеп жатады, қан өткіз деп.
иә. А ол байқұс ветеринар жағы малшыға барады. Енді малшылар да әртүрлі бар ғой. Ол барғанда саған өкімет төлеп жатыр ғой, давай өзің ал деп малшымыз бүйтіп шіреніп тұрады. Ол қайтеді, жарайды дейді де, 100 қойдың орнына 10 қойдың қанын алады да, міне бірді де жібере салды. Кім зиян шегіп отыр? Мемлекет зиян шегіп отыр. Өйткені 100 қойдың бәрінің қан алынған жоқ. Оның ішінде ауру бар. Ол ауру қалған малды құртады. Сондықтан бұл үлкен жүйелі проблема. Біз агропартия ол туралы білеміз, оның да шешімін білеміз, оны өздеріңізге айқын айтып отырмыз. Жеке меншік ветеринарияны дамыту керек. Біз бүгінде қорқақ министрларға даже бүйтіп айтырмыз. Қорқып тұрсың ғой, мүлде жеке меншікке жіберуге. Давай бүйтейік. Мемлекеттік ветеринария қалсын, жанына қосымша жеке меншік ветеринария қоса жүрсін. Көзің жетеді, бәріміздің көзіміз жетеді. Жеке меншік әрқашан мемлекеттік ветеринарияны шайнап жеп қояды. Соған да көнбей тұр ғой. Бұны өкімет басшысы Әлихан Смайыловқа дейін жеткіздік. Бәрі басын шұлғиды, но нақты шешім жоқ. Елімізде ауылдық елді мекен бар. Ол жерде статистика бойынша 7,7 миллион халық тұрады. Халқымыздың 42%. Оның ресми түрде жұмысқа орналасқаны 1,7 миллион ғана. Сонда қалған бана 7,7 минус 1,3 деп есептейтін болсақ, сонша адам немесе жұмыссыз, немесе мемлекеттік қызметкер. Мемлекеттік қызметкер саны белгілі ғой ол. Ол 1 миллионға да толмайтын шығар, 500 мыңға. Сонда қалған азаматтар көлеңкелі экономикада жүр ма? Әлде жұмыссыз қиын жағдайда жүр ма? Сіз өзіңіз ел аралап жүрсіз, қандай баға бересіз? Қалған адам бізде жаңағы 280-300 мың шаруашылық бар мыс. Бірақ оның барлығы кезінде ашылып, жабылып қалғандар да бар, тоқтап тұрғандар да бар. Мына ауыл шаруашылық өнімінің шамаменен 30-40% ғана тек қана ұйымдасқан шаруашылықтар береді. Олар ТО-лар, холдингтар, шаруа қожалықтар. Ал қалған 50-60%-ды, негізі олар 70% дейді, мен енді төмендетем, шамамен 50-60%-ды ауыл шаруашылық өнімін өндіріп жатқан жеке қосалқы шаруашылықтар. Ол солай. Бірақ олар ешқандай мемлекеттің қолдауында жоқ, ешқандай мына Қазагроның басқаның арзандатылған несиелерін алып жатқан жоқ. Олар әйтеуір орысша айтса самозанятый дейді, өзін-өзі нетіп жүргендер дейді. Бірақ олар тек жүрген жоқ, олар елдің экономикасына үлесін қосып жатыр. Бір жерге барып жұмыс жасаса да, өзінің үйінде жағы бір 2 сиыр 10 тауығын қарап отырса да, ол жарайды, елді асырамай ақ қойсын, бірақ өзінің отбасын асырап отыр ғой. Өзінің отбасы ол біздің қазақтың азаматтары ғой. Сондықтан оның бәрі шын көлеңкеде қалып қалған. Негізі президент бір бастама бастаған, ауыл шаруашылығында, ауылдарда осы қосалқы шаруашылықтарды көтеретін жаңа кооперацияны дамытуымыз керек, елдің басын қосуымыз керек. Өйткені тырым-тырым болып тозып біттік. Тіпті кіші шаруашылықтардың өзін кооперацияларға қосылу керек. Менің өзім нағашым бар. Әкісінің жері көп емес, бір 40 гектар ғана жері бар. Әкісі бәленбай қымбат трактор алды. Бірінші емес, екінші недегі қымбат алды. Енді басында қызықты, жүрді, алды. Міне көктемде өзінің жағы бір 20-30 гектарын екті. Одан кейін трактор тұр. Ол кісілер алдырды айтын, көке, сіз оны қайтесіз. Сіз оның мойныңызға қарыз аласыз. Сіз оның қайтаруыңыз керек. Сіз немен қайтарасыз? Мен үйтем, қосымша жер аламын, тағы бірдеңе жасаймын дейді. Қосымша жер аламады. Өйткені бізде жер алу деген оңай емес. Өзінің 20-30 гектарын өңдеп тұр. Бүгін күнде трактор бүкіл бір отбасының қаражатын жеп жатыр. Табысын жеп жатыр. Сондықтан кішкентай шаруа қожалықтарға жалғыз дербес өмір сүріп кету ол қиын. Ал кейбіреулері тіпті барып комбайн алып жатады. Сен комбайн алу үшін сенің өзіңде шамамен қанша гектар жерің болу керек? Бір 300-400 гектар жер болу керек шығар, өзіңнің шабындық деп ойлаймын. Может, одан да үлкен шығар, одан да көп шығар. Бізде 50 гектар, 70 гектар жері бар шаруалар мойындарына қарыз алып комбайн алып жатады. Ал әлемде олай емес. Әлемде барлық
ұсақ шаруалар бірігеді, сонда олардың жерін қосса, олардың жері жағы 1000-2000 гектар жер болады. Ол 2000 гектар жерге шамаменен там 100 гектарға бәленбай трактор, осыншама комбайн, осыншама ана құрал сөйтіп есептелген. Бізде мына кішкене есеп қисап жағына шағаламыз, шаруашылық болғаннан кейін болды дейді. Бұл анау 90 жылдағы кетіп қалған қате. Шынымен де толық жаңағы барлығын шаруа қожалық жасап жіберу деген ол мүмкін емес дүние, үлкен қате. Былайша айтқанда бір экономиканы күйретті. Енді соны дүзеп шығару ол қайтадан кооперация. Әлемде де кооперативтер, сіз білесіз ба? Неде Японияда ең жағы орта жер көлемі шаруалардың қателеспесем 4 соты ғой деймін. Иә? Бірақ олар бірігіп үлкен кооперативтарға біріккен. Қытайда шамамен қателеспесем 1-2 гектардың төңірегінде мекен. Басқа сол сияқты. Бізде жағы одан да үлкендеу, бірақ бірікпей жатыр. Негізі елді біріктіру керек. Бұл сіздің айтып отқан ойыңыз анау израильдік колхоздар бар ғой, кибуц. Соларға келе ме? Иә, келеді. Бірақ Израильдің жағы жер заңы мен біздің жер заңымыз келмейді. Бізде бүгінгі жерді ұстап отырған адамның 49 жылға арендасымыз, немесе 10 жылға арендасымыз, ол ешкім емес. То есть, мынау аренданың өзінің бір құқықтары болу керек те, адамды қорғайтын. Бізде кез келген әкім келіп жаңағы жерін тартып алады. Жаңа ғана маған Маңғыстаудан хабарласып жатыр, Боранқұл деген жақта бір Маңғыстаудың жер астынан шығып тұрған фонтан бар екен, сол фонтанға әкім ноғайып ұшып келейін деп жатыр дейді. Не болды десем, фонтанды жаптырып жатыр, бізге жерлерінен кет деп жатыр дейді. Мен айттым, енді сіздер біреу айтқан шығар, енді өз аузынан естіңіздер, не кет дейтін, не ол? Сіздің 49 жылдық жалыңыз бар. Енді суды жапқаннан кейін кет демей немене дейді. Түсінесіз ба? Маңғыстауда су жоқ жерде жаңағы фонтан шығып жатыр, сол фонтанды жауып, бекітіп, бетондап, елге сонда кет демегенде енді не ол? Ол айтады, мен 200 бас па, 100 бас па, жаңағы маңайын бәрін қосқанда ма, 200-дей сиырымыз бар. Біз неге жейміз? Қалай суарамыз малды? Қалай өзіміз су ішеміз? 70 гектар жерде келесі тұщы су дейді. Не деген маразм? Осындай маразм кейде ел таңғалады ғой, бұл Алмасбек неменеге осы ашулы деп, мынаның барлығын естисің, шашыңа қарады. Қаның қайнайды, содан кейін осылай шырылдайсың. Енді оғанда жағы шаршадық, енді осы партия тарапынан сонымен айналсақ. Өйткені жаңа өзіңіз айтқан команда, осы партияны да ұйымдастырып атқан біздің Шопан ата қауымдастығының өзіміздің командамыз бар. Әрбір облыста, әрбір өңірлерде менмін деген аудандарда жігіттер бар. Енді тура сондай команданы жаңа осы партияға жинасақ, өзімізден кейінгі буынды тәрбиелесек, одан кейін мен өзіме дедлайн қойғам. Мен шамамен 55 жасқа дейін бәріне де сөз бердім. Мен елдің алдында әрдайым сөз берем. 55 жасқа дейін ғана осы партияма, Шопан атама, басқама 55 жасқа дейін ғана қызмет етем. Еліме болды. Ол кезге дейін мен өзімнен кейінгі жастарды тәрбиелеуім керек. Соларға қалдыр кетуім керек. Одан кейін спокойно барып демалам деген үмітім бар. Алла сол күнге жеткізсе. Сондықтан нақты уақыт белгіленген, сол кезге дейін жас буындарды тәрбиелеуіміз керек. Қазір ондай жастар маңайымызда бар. Бірақ әрине олар әлі республика деңгейіне көтеріліп, әлі ондайға неткен жоқпын. Жеткен жоқ, ол да өзі уақытымен келеді. Алмасбек те бір күнде Алмасбек болып кеткен жоқ. Мен де неше жыл жаңағы босағада жүрдім, әке, көке, бер қараңызшы, мынаны айтамын, сен бұл елдің көзін жеткізіп, елдің алдына шыққанша оған да уақыт кетеді. Сондықтан сіздердің эфирларыңыз пайдаланып, ауылда шаруашылықпен айналысып жүрген азаматтар осылай ел үшін қызмет етемін деген біздің агропартияға қосылыңыздар. Біз осы жерден әрбір ауылдың, әрбір ауданның, әрбір облыстың, сонымен қоса Хамма Қазақстанның шынымен де белсенді лидерларын тәрбиелеуіміз керек. Біздің алдымызға қойған мақсатымыз сол. Әмин. Мақсаттарыңызға жетіңіздер. Жалпы тағы бір сұрақ қойайын. Не дейді? Тіл мен егін орғанның белі ауырмайды дейді ғой. Анау Дуайт Эйзенхауэр деген 34-ші президент ақш-тың айтқан. Егер соқаның орнына қалам ұстап алып, жүгері алқабынан 100 шақырым жерде орналассаң, әлбетте ауыл шаруашылығы оңай шаруа болып көрінуі мүмкін дейді. Ол деген сөз, ауыл шаруашылығында көптеген қиыншылықтар бар. Мен айтайын деген, сол қиыншылықтардың бірі өнім өткізу.
мысалы өзің өндірген өнімді өткізу. Мысалы қарап тұрсақ тәжірибелерге қарайтын болсақ, Америкада мысалы неше түрлі лоббистік ұйымдар бар. Бағанағы қару жарақ бойынша, агросала бойынша, медицина бойынша, өздері мықты дамыған. Да, бағанағы Food Export Midwest, Food Export North East, US Meat Export Council, US Dairy Export Federation или Meat Federation, сондай неше түрлі лоббистік ұйымдар бар да, сол лоббистік ұйымдардың қажет екендігін профессор Кейзер, ойдайым қателеспесем, Кейзер деген сол ақштың Корнель университеті, ойдайым қателеспесем, соның профессор айтқан, егер осындай лоббистік ұйымдар болмаса, ақштың экспорттық ауыл шаруашылық өнімдері 75%-ға төмен болатын еді деп айтады. Енді сондай лоббистік ұйымдар бізде бар ма? Бізде ондай лоббистік ұйымдар бар. Ол жаңағы ассоциациялар дейді ғой, қауымдастықтар. Солар қауымдастықтар, одақтар. Бірақ бізде қайтадан енді біз тәуелсіз Қазақстан болып былай құрылып келе жатқанымызға 30 жыл болды ғой. Сондайды бірінші алып кеткен ұйымдар бүгінгі күнде осы ауыл шаруашылығын тоқырауына жеткеннің себебі, мен қазір оларға айып тағам. Жағы сол қауымдастықтарға, ұйымдарға, Мына бүгінгі жағдайға ауыл шаруашылығын жеткен себебінің бірі билік болса, екіншісі осы қауымдастықтар. Өйткені не бір қауымдастық бар, аты жер жарып тұрған бәлен енді түген дейді, әгінің артында тұрған сол қауымдастықта бір 20 бай. Бай болғанда қарапайым бар емес, 20 олигархтар. Олигархтардың мүддесі ол тек қана қампу. Байды да екіге бөлуге болады, елім деген байда болады. Өзіндегі барды бөлісіп, жомарт болып, меценат болып жатқан. Амнау жек қана жесем, ішсем деген байлар, олигархтар. Солар қауымдастық құрып қойған. Міне мынау ауыл шаруашылығы министрлігі, осы министрлікке жағы бәленбай қауымдастықтың атынан келіп тұрмын дейді. На самом деле 20 ма 10 ба жағы. Мен әрдайым шошқашыларды айтам, шошқашылардың 27 фермасы бар. Сол 27 ферма 1 миллиард теңге жағы қаражатты жеп қамтып отыр. Тек қана жағы бір саласында, басқа жағынан да жеп жатқаны бар. Олар бүкіл қазақ елінің жағы шошқа қауымдастығының атынан біз деп сөйлейді. На самом деле 27-ның ғана атынан сөйлейді. Одан қалса жағы тағы біреуі бар, олар келіп тұр, біз бүкіл диқаншылардың атынан сөйлейміз дейді. Абылай қарасаң, ол бір 20 ғана жағы шетелге бидайды сататын трейдерлар. Осыларына ауыл шаруашылығы министрлігінің маңайын бәрін қоршап тастаған. И сонда келген министр отырады, бүкіл әлем мыналар екен ғой, осы қауымдастар, мынау қауымдастық, оның артында бүкіл бүкіл малды өсіретін, бүкіл ананы өсіретін, мынаны өсіретін, осылар екен ғой дейді, солардың айтқанын жасайды. Ал ел ол емес қой. Ел анау жаңағы Астанадан 80 километр жерде, ол қауымдастық туралы білмейді, амналар сол қауымдастықтың атын жамылып, сол мәселелер шешеді. Өзінің басына керек. Сондықтан да бүгінгі күнге осылай тоқырауға жеткеніміз сол. Одан кейін біздің Шопан ата сияқылды, біздің қауымдастықта 14 мыңға жуық мүшелеріміз бар. Бізде 5 қойынан бастап, енді 1000 қойы барлар да бар, ұсақ шаруалар. Біз осылармен келгенде бізді тіпті өкіметтің, министрдің отырған столының маңайына отырғызбайтын. Кімсің сен, қойшылар ма деп. Содан иық тіресіп, таласып отырып, бізде ары-бері білекпен жұмыс жасап отырдық. Бірақ мынаның барлығына барысы жұмыс жасау мүмкін емес. Неге агропартияны бүгін ашуға мәжбүр болдық? Өйткені осылардың жағы лоббиінің басымдылығынан құтылу үшін. Жаңағы Американың лоббистері мен қазақтың бүгінгі лоббистерінің айырмашылығы. Америка құрама штаттарында жағы бастапқы капитал уже құрылып қойған. Олар соны қорғау үшін олар елге жағдай жасау. Елдің көңілін табу, елді жағдайын жасап, өзінікін қорғап қалу. Бізде 30 жыл бойы бізде жағы бастапқы капиталды құру, гигикапитализм. Сондықтан біздің лоббистер мен лоббистер бүгінгі тең емес. То есть лоббизм мәдениеті әртүрлі. О жақта лоббист келіп, мен мынаны жасаймын дегенде, жақсы,
саған пайдасы қанша, ашық айтады. Мен бұдан осыншама миллион, миллиард доллар пайда табам. Халыққа пайдасы қанша дейді. Ал біздің лоббисттер тек қана өзінің қамы. Сондықтан да біз агропартияны құрып жатырмыз. Енді егер сіздің партияңыз қандай өзгерістер енгізеді, осында ұйымдарға өзгеріс енгізе ма, лоббистік, олардың құндылықтарын ауыстыра ма, қалай іске асады? Біздің енді кез келген партияның алдына қойған мақсаты не? Ол билікке бару. Біз бәлкім ел айтып жатыр ғой, Алмасбек министр болады, анау мынау деп. Мен ондай министр болғым келмейді. Маған оғанға дейін де одан да күрделі жұмыстарым бар. Ол саланы қалыптастыру, ауыл шаруашылық саласын қалыптастыру. Министр деген не? Ол 1 жылдық, 2 жылдық. Осы мен 13 министр ауыстырдым ба сондай. Бірақ мына келген министрға мойнын бұрып, бағытын дұрыстап отыратын күш болу керек. Ол күш тек қана партия. Ол күш тек қана біздің депутаттар мәжіліске өту, маслихатқа өту. Сол арқылы ауыл шаруашылығын түзету. Өйткені біз шын айту керек, айғайлап біраз жерге бардық, біраз жерлерде митингті жасап тастадық. Бірақ ол өркениетті ма? Енді үлкен сұрақ. Бірақ ол ондай менен деструктивті элементтер пайдаланып кетуі мүмкін ба? Ол да сұрақ. Сондықтан біз әлемдік өркениетті жолға осы ауыл шаруашылығының мүддесі үшін билікке келу, ол біздің алдымызға қойған мақсатымыз. Біздің агропартия болса, жаңағындай фонтанды жауып тастамас еді. Жаңағына Маңғыстаудағы 3-4 шаруаға бар кетар демес еді. Бағанағы лоббизм туралы сөйлестік қой. Енді бағанағы шығыстанушы Дерюгина Иринаның кітабын, Владимир қызының кітабын оқысақ, ол кісі өз ақпаратын Қазақстанның стат комитетінен алдым деп айтады. Ол ақпараты мынандай, маған қызық болған ақпарат. Ол кісінің айту бойынша Қазақстанда 3 субъект бар да, экономикалық, бағанағы ауыл шаруашылық кәсіпорындары, үлкен шаруа қожалықтар және жеке дара отбасылық шаруашылықтар. Бағанағы үлкен кәсіпорындар, ауыл шаруашылық, олар өнімнің 24%-ын береді дейді. Бірақ ауыл шаруашылық жерлердің 43,7% иемленген дейді. 43,7% иемленген дейді. Ал шаруа қожалықтары бүкіл ауыл шаруашылық өнімнің 29%-ын береді дейді шаруа қожалықтар. Бірақ олардың иемленген жері 50-56%, қателеспесем. Сондай. Шамамен 50. Шаруа қожалықтары 56% жерді иемленген, бірақ олардың беретін өнімдері 29% дейді. Ал алдыңғы үлкен нелердікі, компаниялардікі? Үлкендердікі 24% өнім береді. Бірақ 47% жерді иемденіп отыр. 43,7%. Ал жеке дара отбасылық шаруашылықтар, олар иемденген жері көлемі 0,3%. Бірақ беретін өнімі 47% дейді. Сонда Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімінің 47%-ын 0,3% жерді иемденген жеке отбасылық шаруашылықтар беріп отыр екен. Ол кісінің ақпараты бойынша. Мынау деген, былайша айтқанда, жеке меншіктің қандай, былай қарап тұрсаңыз, пайдалы екендігін көрсетеді. Эффективность, қандай? Мынаған айтатын сөзіңде жоқ қой? Мынау деген енді былайша айтқанда айғайлап тұрған дүние ғой, көзі ашық, сауаты бар азаматқа. Қай жаққа қарай дамытуымыз керек? Біздің ұстанымыз сол, үлкен шаруашылықтарды қолдауды, басқа саясатын ұсақ және орта шаруаға қарай бұру. Сол мен айтайын деген ойым, бағанағы сіз айттыңыз ғой, лоббистік ұйымдар үлкен кәсіпорындарды қолдаса, жеке дара отбасылық шаруашылықтарды қолдайтын бір лоббистік ұйым ашасыз ба, партия ретінде? Жоқ, сол ғой, енді партия сол ғой. Сол партия ғой. Біздің осы ресми тағы да ресми мәлімдеме ретінде болсын, бізге жаңағы олигархтардың, басқалардың бізге қаражаты да іштеместе керек жоқ. Өйткені біздің мүддеміз кіші орта шаруа. Болды, ол нүкте. Енді бағанағы өнім өткізу мәселесін айттық.
және тағы бір Европа тәжірибесіне жүгінетін болсақ, оларда дистрибуциялық орталықтар болады. Банағы өнімдерді, сол бана кооператив сияқты біріккен ғой енді олар. Ол мысалы Фальк деген орталық бар Германияда, Хессен деген қалада орналасқан. Ол банағы бүкіл немістердің көкөніс өнімдерін өндіретін кооперация қабылдау орталығы болады. Ол өнімдерді қабылдайды, 150 шаруашылықтан қабылдайды, және 250 мың тонна өнім жылына сатады, және де 150 миллион евро ақша алып келеді екен. Сол сияқты мүмкін бұлай дистрибуциялық орталықтар ашасыздар ма? Ол мүмкін бе, әлде қажет емес па сіздің ойыңызша? Европадағыдай. Былайша айтқанда, в идеале ол керек дүние. Қазір сондайдың бір түрін өкімет тарапынан жасайын деп жатыр, но жасағанда ОРЦ-лар дейді ғой, жасағанда енді көңілден шығатын емес. Бірақ ондай орталықтар міндетті түрде керек. Сондай орталықтарды салатын жағы бизнесмендер, оны мемлекет салмау керек. Жағы бизнес салу керек. Бірақ бизнесті қолдау керек. Сен мынаны салған үшін міне саған мынандай жағы тиімділіктер бар деп. Содан елді біріктіру керек болды. Бізде міне бүгінгі күнге мен енді ең бірінші қойшымын ғой. Басқа там ассоциация, енді партия басшысы ретінен бұрын мен қойшымын. Бізде бүгінгі күнде біздің қой етіне әлемдік сұраныс деген керемет, әсіресе араб елінен. Бірақ бізде бордақылау алаңы жоқ, қойды сойып жинайтын жағы сондай орталықтар жоқ, оны қолдап жатқан мемлекет жоқ. Сонымен біздің есебіміз бойынша $миллиард артық пайдамыздан қағылып отырмыз. Бізде міне қазір күзде осы кезде міне 8 айда қозы бөледі. Тоқтының етінің ана жақтағы құны $8. Соны апарып жеткізіп сатамай отырмыз. Міне, сол сияқты кез келген ауыл шаруашылық саласының жағы бағыттарында сондай дүние. Сондай тоғыстырмай, жағы нетпей бұл мәселе шешілмейді. Әрине мемлекеттің саясаты соны қолдау болу керек. Сол бағытты дамытуды қолдау болу керек. Сонымен қатар шетелде мана фермерская полка деп аталынады. Магнумды ойлап көріңізші, фермерский полканы. Немесе жағы смолда. Ол жерде міндеттейді үкімет сол жергілікті ауыл шаруашылық. Біздің де үкімет жаңағы Магнумға, смолға, басқасына миллиардтаған мемлекеттік қаражат беріп жатыр 0,1%-пен жергілікті өнімді полкаға шығаруға деп. Процентсіз ғой, былай қарасаң, 0,1%-пенен ұлттық қордан. Сол қайда? Біз полкадан өзіміздің өнімді көріп жатырмыз, ортадағы посредниктер арқылы бар, ана біздің шаруаның еті тұр. Ол соның арқасында жағы, олар 1600 теңгеден сиырдың етін береді, 1700 теңгеден болған шығар қазір. Қымбаттады ма, қымбаттаған жоқ па? Ана жерде ол 2500-3000-нан тұрады. Ал содан қайдан арзан болады? Алдыңғы интервьюларыңызды көрдім. Енді сіздің алға қойған бір ұстанымдарыңыздың бірі ол жекеменшікті қалыптастыру, жекеменшік мәдениетін қалыптастыру, жұмыс жасау. Енді сіз соны айтқан уақытта маған бір өте тарихтағы өте бір оңтайлы жағдай есіме түсті. Ол 1862 жылы болған ақш-тағы аграрлық реформа. Оны федералдық реформа емес, федералдық заңы 1862 жылы қабылданған. Мұны авторы Авраам Линкольн. Ол айтады, әрбір шаруаға $10 егер төлесе, 160 акр жер берген жекеменшік. Ол деген 65 гектар біздікінше. Соны берген батыс ақшқа орналастыру үшін. Дәл осы заң Канадада 1872 жылы қабылданған, бірақ ол $1 жер берген. Дәл солай 160 акр. Енді бірақ ол жерлер 5 жылдан кейін жекеменшік өтетін болған. Алдымен сен оны жұмысты жасай алу қабілетін дәлелдеу керексің. Енді осы оқиға тарихтағы адамзат цивилизациясының дамуының, ауыл шаруашылық дамуының үлкен серпіліс берген оқиға болып қалыптасқан. Сіздікі осыған ұқсас болады ма? Осыған ұқсас емес, тура соны да пайдалануға болады. Бұл жердің жекеменшігіне келгендегі сұрақ қой, бұл өте қазақтарға бір
ауыр сұрақтың бірі, бірақ сол ауыр сұрақтың бірі оны кейбір популистер алып бүгінгі күнде бұрмалап, ауыл шаруашылығына қатынасы болмаса да оны ары бері бұрмалап, қоғамның ойын жағы әртүрлі жолға салып, өзіңіз айтып отырсыз, түбі бүгінгі күнгі конституциядағы, мен өткен жолғы референдумға шығарған жер халықтікі деген принципқа келісуге болады. Менің енді өзім жақтастарым бар, қарсыластарым бар, соларменен сондай шешімге жарайды, жер халықтікі болсын, жағы Израильда тоже жеке меншік емес, ондағы 100 жыл қолдан. 100 жылдан кейін ары қарай жалғастыра бер. Бірақ менің ішімнің күйетіні бірінші бұл меншік құқығы болу керек те. Жарайды, бұл халықтың жері болсын. Бірақ бұның құқығы, ешкімнің құқығы жоқ, бұны менен тартып алатын. Ешкімнің, ешбір биліктің құқығы жоқ, мені мына жерден қуып шығатын. Сондай принцип болу керек те. Оның меншіктің жағы күштілігі солай болу керек. Жарайды, халықтікі болсын. Бірақ шаруаны жаңағында вертолетпен ұшып келіп қуып шықпау керек ешкім. Соны қалыптастырмай, бізде жаңағы мына ауыл шаруашылық саласы дұрыс жүрмейді. Пока әзірге мына жерді иеленіп отырған адамның құқығы қорғалмай, ешкім келіп мына жерге қаражат салмайды. Біз тіпті мына шетелдегілерге жалға беруге жауап тастадық. Менің бұл орайда ойым, әлемдік тәжірибеге сүйенсек, ол негізі дұрыс емес жол. Қытай мен Ресейдің азаматтарына жалға да беруге болмайды. Бірақ Германияға, Францияға, Америкадан келген, Канададан келген инвесторға нақты не керек, бір механизм керек те, мен ақшамды мына жерге салам, бәленбай $1 миллион. Бірақ маған құқық керек, менің де құқығым инвестор ретінде қорғалу керек. Бүгінгі күнде қаншама жағы немістердің, индустардың, мен кәсіпорындарын білемін, біздің жаңа заңға байланысты жерді тастап кетейін деп жатыр. Олар инвесторлар. Ең бастысы біздің өкіметтің осы қадамға барғандағы мен таң қаламын да, популистерға еріп кеткенде. Онда Авраам Линкольн $10 кімге берді? Или қалай болды? Сол батысқа барам деген кез келген ақша заматына. Мә, саған осыншама жер берем, плюс $10 берем. $10 сатып алады. $10 сатып ала ма? Өкіметке өткізеді $10. $10 өкіметке өткізеді. Жақсы. Бізде де онда бізге жерді берді ғой, онда өкімет сен бізге қаражат бер, мына жерді игеретін. Немесе басқа біреу бізге қаражат берсе, біз бұл жерді игеруге оның қаражатын қорғауымыз керек. Бізде бүгін қазақтың шаруасының жағдайы қалай? Не өзінде көк тиын жоқ, қарызға батып отыр. Не мемлекеттің беріп атқан Қазагроның басқаның несиесі жоқ, қол жетімді. Ана жерді қара қойып отырмыз болды. Не оны істейм деген адамға бермейміз, не өкіметке қайтарып бермейміз, не өзіміз қызығын көрмейміз. Мынандай патовый жағдай ешкімде жоқ. Мысалы, жеріміздің 60% шөлейтті жер. 5% таулы жер. 10% орманды жер. Сол енді жеріміздің өзі шөлейт болып тұр ғой, енді сол шөлейтті жерді бір өңдейтін бір инвестор келсе деп тұрсыз ғой сондай. Біздің еліміздің ішінде ол айдан анық мемлекет ешқашан қаражат бермейді, соншама тиісті. Неге банктар ауыл шаруашылығын қаржыландырмайды? Өйткені олардың мүдделері қорғалған жоқ, банктерге ешкім ақша беріп атқан жоқ. Ауыл шаруашылығына салшы, сол жаққа инвестиция салшы деп. Неге? Өйткені оның құқығы қорғалмаған. Сондықтан біздің ауыл шаруашылық саласына болашақ 5 жылда ешқандай мардымды инвестиция болмайды. Жер игерілмейді. Нүкте. Бүкіл Қазагроның несиесі берілетін азар болса 5% шаруаларға жете ма, жетпей ма, менің үлкен сұрағым бар. Есіме түсті бағанағы. Кешірім сұраймын, тағы да мен бұнымен мақтанамын. Тіпті Алғыр Алмасбектің өзінің Қазагродан алған 1 тиын кредитім жоқ. Неге? Өйткені алу мүмкін емес. Неге? Өйткені ол мен принциптарыма сай келмейтін дүние. Сұраулар көп. Залогы болсын, анасы болсын, мынасы болсын. Ал қаншама жүздеген мың шаруалар жүре аламай.
Сондықтан да ауыл шаруашылығына инвестиция керек болса, онда мына жердің құқығын реттеу керек. Ешкім мынау 100 жылдық арендада болсын, қандай да болсын, бірақ бұның меншігі болсын. Егер ол жерді игермей жаңағы жерге зиян келтіріп жатыр ма, сен оның штрафын көбейт, сен оның жаңағы басқа дүниесін көбейт, салығын көбейт. Жаңағын нету керек, жазалау керек. Бірақ тартып алам деген болмайды. Бізде кез келген әкім кез келген жерді шаруадан тартып ала алады. Есіме түсті бағанағы мен айтып жатқан федералдық заңның аты Homestead Act деп аталады. Homestead Act ағылшынша. Енді жарайды, ол американдық жақсы тәжірибені көрдік қой, білдік. Енді сәл бізге көрші елімізге оралайық та. Петр Аркадийұлы Столыпин деген азамат бар. Болған. Ол кісі дәл ақш-та бағанағы федералдық заң қабылданған уақытта дүниеге келген, 1868 жылы. Бірақ 1906 жылы ол министрлер кеңесінің төрағасы болған кезде аграрлы реформа жасайды. Аграрлы реформасының оның мақсаты Сібірге халықты көшіру. 3 миллиондай халық көшеді, Сібірге 500 мың қайтады. Бірақ ол шарттары қандай десеңіз, шарт бойынша жерді жекеменшікке береді. Не деген күш? Сол аграрлы реформаның нәтижесіне келетін болсақ, 1913 жылы 1 миллиард 200 миллион пут дәнді дақыл орылған екен. Ол деген бір пут дегеніміз 16 килограмм. Сол жылдар, 20 ғасырдың басында 1913 жылдар. Және де 1916 жылдары сол банағы ол жерде ол жерді берген кезде алдында ол отруп болады, потом сол отрупқа үй салғаннан кейін ол жер хутор деп аталады. Сол хуторларда бүкіл малдың 89% жиналған екен. Жоқ, қателесем. 89% жер себілген екен. Сол жерлерде толық игерілген. Ал және де малдың 94% сол жерлерде болған екен. Өте үлкен реформа болды, өте позитивті болды. Бірақ дегенмен оған көп адам келіспей, бірінші дүниежүзілік соғыс алдында адам атып өлтіреді ол кісіні. Дегенмен бұл аграрлық реформаны әлі күнге шейін орыстар тарихтарында оқып, бүкіл әлем біледі Столыпиннің жағы реформаларын. Бүкіл әлем біледі, керемет. Былай қарап тұрсаңыз, Американ тәжірибесі оңтайлы көрсетіп тұр. Қысқа ғана ғұмыр болса да, алғы шарттарын көрсетті, біздің менталитетке сай болса да, оның пайдасы бар екендігі. 3 миллион халық көшу деген, ол деген керемет қой. Әлбетте. Оның бірақ 500 мыңы қайтып оралды, бірақ дегенмен ол жерде андай өнім өткізу инфраструктурасы болған жоқ, инфрақұрылым болған жоқ. Өнімді одан кейін тағы бір момент бар. Ол 500 мың қайтқан. Негізі олар сонымен қоса ссыльныйларды жібереді ғой. Өздерінің заң бұзған, Сібірге айдалумен тең болған ол. Ол кейін шықты олар. Ана Столыпиннің вагондары деп келді ғой. Енді ол анда сәл үкімет ауыса бастаған кезде, қызылдар пайда бола бастаған кезде, ол баны патша үкіметіне бағынды ғой, Столыпин. Жоқ, мына біздің солтүстіктегі жаңағы Орынбор, Омбы, Томбы, соның барлығы сол кезде қалыптасқан емес па? Менің ойымша олардың Сібірі сол, анау Алтайға дейін сол. Соның барлығы сол кездерде қалыптасқан. Қандай мысалы тарихқа да жүгіну керекпіз ғой, біз қорықпауымыз керек кейбір әрекеттер бойынша. Әлбетте сіздің ойыңызбен келіспейтіндер болуы мүмкін, келісетіндер болуы мүмкін, бірақ біз қазақ қоғамы осындай сұрақтарды көп талқылауымыз қажет. Бірақ Американың жаңа бастағандағы дұрыс бастамасы көрдіңіз ба? 65 гектар жер. Бізде мына жерде кейде Алмасбек, басқа әріптестер жағы жерді жекеменшікке береміз дегенде жағы 1000 гектар, 100 000 гектар, миллион гектар емес. 200 гектар. 500 гектар, одан артық бір удостоверение бойынша, куәлік бойынша алуға болмайды. Әйтпесе бізде қазіргі ақшамды, қаражатымды қайда салам дегендер жетеді. Сондықтан ол шектеулі болу керек. Бүгінгі подкастымыз сәлде болсын қоғамға, халыққа пайдалы болды деген ниеттемін. Жалпы осындай тақырыптар көп талқыланса деймін. Подкастқа сәттілік тілеймін. Көрермені көп болсын. Елдің алдында мына өмірдегі жақсы бір дүниелердің бірі, ол түсіне білгенге біреуге мүмкін жағы асыл тастар басқа дүние шығар. Өмірдегі ең жақсы, қуанышты, бақытты сәттердің бірі бұл елдің ықыласына бөліну.
елдің жылы ықыласына маңызды емес сен немен айналысың, иә. Мүмкін сен бір өзі салаңның маманысың, сол үшін саған әрдайым рахметін айтып бір жылы лебізбен, иә. Мүмкін сен жақсы нан пісіру білесің, сен міне осындай қоғамдық дүниелерді жақсы қозғайсың. Енді осы подкаст арқылы талай қазақтың санасында жүрген сұрақтарды қойып соның жауабын беретін сондай подкаст болып жағы елдің ыстық ықыласына бөленуіңе тілеймін. Әмин. Рахмет.